Қазақстан суперпрезиденттік билік формасынан түбегейлі бас тартып, ықпалды парламенті бар президенттік республика үлгісіне көшті. Үкіметтің бүгінгі кеңейтілген отырысында жаңа конституция жобасына тоқталған президент осылай деді. Ал ұсынылып отырған өзгерістер осы үдерістің заңды жалғасы. Ең бастысы, жаңа ата заңымызда мемлекет халық үшін қызмет етеді деген қағида нақты бекітіледі. Президент түзетулердің ішіндегі тағы бір аса маңызды нормаға жеке тоқталды. Бұл қазіргі конституцияда тұрғын үйге қол сұғуға болмайды, сот шешімінсіз тұрғын үйден айыруға жол берілмейді деген ереже. Жаңа жобада бұл тұрғын үйден мәжбүрлеп шығаруға да сот шешімінсіз жол берілмейді деп өзгертіледі. Қолданыстағы ата заңымыздың да ел тарихындағы орны ерек, егемендік жылдарындағы ауыр кезеңнің табы қалған. Жеткен жетістіктердің арқауы да дәл осы конституция. Ал осы жолы ата заңның толықтай жаңа нұсқасы ел талқысына ұсынылып отыр. Еліміз үшін әртүрлі көзқарас, бір тұтас ұлт және плюрализмге ашықпыз, экстремизмнен қашықпыз қағидаттары өте маңызды. Сол арқылы қоғамдық диалогтың дамуына, еліміздің үздіксіз салға басуына жол ашылады. Қазірдің өзінде бір нәрсені күмәнсіз айтуға болады. Жұртшылық назарына мүлде жаңа құжат ұсынылып отыр. Бұл құжат мемлекетіміз дамудың даңғыл жолына түскенін, яғни сапалық тұрғыдан жаңа деңгейге көтерілгенін көрсетеді.